Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода балдың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Бал біздің ағзамызға өте пайдалы, сонымен қатар зияны да бар екен. Бал адам ағзасы үшін пайдалы заттардың қайнар көзі. Оның құрамында көмірсу, глюкоза, фруктоза және сахароза, А, С, Е, К және В тобындағы дәрумендерге бай. Сонымен қатар органикалық қышқылды ферменттер мен темір, күкірт, калий, мыс, магний, фосфор, йод сынды минералдарды да кездестіруге болады. Ағзамызды пайдалы заттармен толықтыру үшін құнарлы тағам, жеміс-жидек, көкөніс жемей-ақ балды тұтынсақ болды емес пе деген сұрақтың тууы заңдылық. Алайда бал бәрімізге де пайдалы емес екен. Сонымен қатар кез келген уақытта да жей алмайды екенбіз. Сол туралы толық білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарауды ұсынамын. Балды кімдерге жеуге болмайды? Бал өте ауыр азық, сондықтан да оны ұйқы безі ауыратындарға, аллергиясы барларға, 2 жасқа толмаған сәбилерге, қызуы көтерілген науқасқа, асқазан ішек жолдары дұрыс емес жұмыс істейтіндерге және жүкті әйелдерге, емізулі аналарға, қант диабетімен ауыратындарға, инфаркт пен инсульт алғандарға, семіздікке шалдыққандарға бал жеуге қатаң түрде тыйым салынады. Балды қалай жеу керек? Біріншіден, мөлшерін білу маңызды. Тәулігіне ересек адамдар үшін 80-150 грамм, ал кішкентайларға 30-50 грамм бал жеу керек. Осы мөлшер ағзаны пайдалы заттармен толықтыруға жеткілікті. Егер құмарлығыңызды баса алмай шамадан тыс көп жеп қойсаңыз, жүйке жүйесінің зат алмасудың жұмысы бұзылып, қандағы қант мөлшері көбейеді, салмағыңыз артып, аллергия мазалауы мүмкін. Екінші, таңертең және кешке. Балдың құнарын бойыңызға сіңіргіңіз келсе, онда күніне 2 рет қабылдайсыз. Таңертең және кешке тамақтанудан 30 минут алдын жеу керек. Аш қарынға жеген бал бойыңызға күш-қуат, сергектік сыйлайды. Нәтижесінде жұмысқа деген құлшынысыңыз артады. Ал ұйқыға жатар алдында қабылдаған бал ұйқыңыздың тыныш өтуіне септігін тигізеді. Егер 1 стакан жылы сүтке 1 шай қасық бал мен шым-шым дарыншын араластырып ішсеңіз, ұйқысыздық ауруынан біржолата құтыласыз. Балды жылытуға болмайды. Балды қолданудың өз заңдылығы бар. Соның бірі жылыту мәселесі. Балды жылытқан кезде ыстық сұйықтықпен араласқанда бойындағы пайдалы заттардың бәрінен айырылады. Балды аузыңызда ұзақ сақтаңыз. 1 шай қасық балды аузыңызға салып, 1-2 секундтай ұстау керек. Сонда құрамдағы ферменттер бөлініп, көмірсу азаяды. Егер бірден ішке қабылдайтын болсаңыз, онда асқазаныңызды жаралап алуыңыз ықтимал. Және келесі, бұл кариестің пайда болуына себеп болады. Бал жеген соң міндетті түрде ауыз қуысын таза сумен шаясыз. Өйткені балдың құрамында тәтті мен көмірсу тістің саулығына кері әсерін тигізеді. Тамақпен бірге қабылдамаңыз. Балды қай кезде тұтыну керектігін білу маңызды. Кейбіреулер тамақтан кейін, енді бірі тамақтан соң деген пікірде. Ал біреулер тамақпен бірге қабылдауды жөн көреді екен. Бірақ тамақпен бірге қабылдаудың ағзаға зияны тимесе пайдасы жоқ. Біріншіден, асқазанға ауырлық түсіреді, екіншіден, артық салмақ қосуға септігін тигізеді. Келесі, асқазандағы асқазан қышқылы қалыпты болса, балды тамақтанудан 30 минут бұрын қабылдау керек. Ал егер қышқыл төмен болса, онда 1 стакан салқын суға 1 шай қасық бал араластырып, тамақтанудан 10-15 минут бұрын ішіңіз. Асқазан қышқылы басым болса, жылы суға бал араластырып, тамақтанудан 1,5 сағат бұрын ем жүргізіңіз. Ұйқыға жатар кезде бал жесеңіз, ағзаңыз қандай өзгерістерге ұшырайтынын білесіз бе? Егер ұйқыға жатар алдын үзбей бал жейтін болсаңыз, кейбір ағзаңыздың жұмысын жеделдетеді. Нақтырақ айтқанда, жүйкені тынықтырады. Нәтижесінде ұйқыңыз тыныш болып, таңертең сергек оянасыз. Оған себеп балдың құрамындағы триптофан заты. Бұл амин қышқылы ағзаны босаңсытып, қамсыз демалдырады. Триптофан стресстен сақтайды, күйзеліспен күреседі, әрі жүйкені тынықтырады. Сонымен қатар қан қысымын түсіреді. Бұл антиоксидантқа бай. Ол өз кезегінде қан қысымын реттеуге ықпал етеді. Егер жатар кезде 1 шай қасық бал жеп жатсаңыз, жүрек ауруының алдын аласыз. Және сонымен қатар иммунитетті де көтереді. Тағы бір пайдалылығы иммундық жүйені нығайтады. Балдың құрамындағы антиоксидант пен бактерияға қарсы зат инфекциямен, бактериямен, вируспен күреседі. Ал егер балға даршын араластырып қабылдасаңыз, емдік қасиетін арттырасыз. Сонымен қатар қартаюды
қартаюды да тежейді. Тез қартаюдан қорықсаңыз, теріге ғана емес, ішкі ағзаға да мән беру керек. Егер күнде жатардан алдын бір шай қасық бал жесеңіз, ішкі ағзаңыздың жұмысын жақсартасыз, қартаюдың алдын аласыз әрі саулығыңызды арттырасыз. Бүгінгі ақпаратым осындай. Сіздер балды қалай пайдаланып жүрсіздер? Комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Және каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.